Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге мен, Айнұр Салбекқызы. Сіздермен бүгін тәтті, әдемі қытырлақ вафли жасау рецептісін бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Вафли пісіру үшін бізге ұн, қант, бөлме температурасындағы май және де 5 жұмыртқа қажет. Бірінші майымызды ыдысқа салып аламыз. Майды ерітудің қажеті жоқ. Бөлме температурасындағы май болған дұрыс. Ыдысқа салып аламыз барлығын. Бұны миксермен де, венчикпен де араластыруға болады. Енді аз-аздан құмшекер саламыз. Енді осыған жұмыртқаны бір-бірден салып, тағы да араластырамыз. Got kick. Ұнымызды енді иліктен өткізіп, аз-аздан саламыз. Бірден көп салып жіберуімізге болмайды. Сол кезде қамырымыз бір келкі әдемі болып шығады. Міне ұнды қосып, бір келкі қылып араластырып алдым. Біздің қамырымыз осындай қою қаймақ секілді болғаны дұрыс. Менде вафлинса осындай кішкентай. Мен бұған бір ас қасық қамырдан саламын. Көп салсаңыз сыртқа шығып кетуі мүмкін. Вафлилерімізді алып, дайын болғаннан кейін. Менде осындай трубочка бар. Трубочка болмаса да болады. Бірден орап қоямыз. Бірден орамасақ, вафлилеріміз қатып, орауға келмей қалады. Міне бізде осындай қытырлық әдемі вафли болып шықты. Мінекей. Сіздерге ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып қойыңыздар.